Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін таңғы асқа арналған овсяная каша дайындаймыз. Қайнап тұрған 300 мл суға 3 ас қасық овсяная кашаны саламыз да араластырамыз. Бір қайнап шыққаннан кейін баяу отқа қойып, кашамыз жұмсарғанға дейін пісіріп аламыз. Біраз уақыт қайнағаннан кейін үстіне жарты стақан сүтті құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кашамыздың астын баяу отқа қойып, қасықпен араластырып отырып пісіреміз. Кашамыздың бетіне фрукцияларды дайындаймыз. Алмұртты және де бананды орташа көлемде кесіп аламыз. Өздеріңіз қалаған фрукцияның түрін қолдансаңыздар болады. Табамызға аз мөлшерде май құйып, дайындап алған фруктыларымызды саламыз. Газдың асты міндетті түрде баяу отта болуы керек. Бес-алты секундтан кейін үстіне қасықтың ұшымен бал саламыз. Балды әр жақта әртүрлі айтады, біреулер әсел дейді, біреулер бал дейді. Балды көп мөлшерде салмаймыз, өйткені тым қатты тәтті болып кетеді. Отта ұзақ уақыт ұстамаймыз, екі беті қызарғанға дейін араластырып отырып пісіріп аламыз. Кашамыз пісуге дайған кезде 30 грамм сливочный берека және бір ас қасық қант салып, барлығын жақсылап араластырасыздар. Дайын болған кашамызды ыдысымызға құйып аламыз. Дайындап алған фруктыларымызды кашаның үстіне салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша безендіріңіздер. Осымен біздің кашамыз дайын, балалар өте сүйіп жейді. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, менің арнама тіркеліп қойыңыздар.